әрі қарай дамыту бұл оңай шаруа емес еді. Ол өз саласында байыпты өз таңдауын, өмірінің алдағы кезеңі бұдан бұрынғыдай болмайтынын, өз таңдауын жасағаннан кейін, өмірінің алдағы кезеңі бұдан бұрынғыдай болмайтынын түсінді. Ол мафиямен байланыс орнатудан бас тартқанымен, оның өмірі әлі де үлкен сынақтар мен кедергілерге толы болатын. Заңды жолмен жүріп, бизнесін әрі қарай дамыту бұл оңай шаруа емес еді. Ол өз саласында байыпты өзгерістер жасауды көздеп, нарықта өз орнын табу үшін күресуге мәжбүр болатын. Бірінші қиындық оның бизнесіне қатысты болды. Қанаттың ескі серіктестері мен бәсекелестері оны өз орнынан ығыстырып тастау үшін барлық тәсілдерді қолдана бастады. Оның бизнесі баяу дамып жатқанымен, қаланың бай әрі ықпалды топтарының қадағалауында еді. Қанат өзінің беделін сақтап қалу үшін жаңа жоспарлар мен стратегиялық қадамдар жасауға тырысты. Бірақ бәрі бірдей ойлағандай жүрмеді. Қанаттың барлық жобалары әлі де баяу жүріп жатты. Ол үнемі өз клиенттерін жоғалтып, жаңа байланыстарды құруда қиындықтарға тап болды. Қаланың бизнес әлеміндегі жаңа қатысушылар оның өзіне беретін бәсекелестік артықшылықтарын көріп, оны қалайда әлсіретуге тырысты. Бұл жағдай Қанатты күйзеліс пен сабырсыздыққа алып келді. Алайда бір күні ол тағы да Ермекпен кездесуге мәжбүр болады. Қанаттың жағдайы шынымен ауыр болып тұрды, және ол ертерек қабылдаған шешімінің дұрыстығына күмәндана бастады. Ермек оған қайтадан ұсыныс жасап, бәрі өзгеруі мүмкін екенін еске салды. Ермек, сендер үшін бәрі оңай болар еді, Қанат. Егер сен біздің ойынға қосылсаң, онда барлық сұрақтар мен қиындықтар өз-өзінен шешіледі. Біз қолымыздағы ресурстарды сенікімен салыстырғанда өте үлкен әрі әсерлі етіп жасай аламыз. Қанат тағы да Ермекпен сөйлесуге отырды, бірақ оның көзіне бұрынғыдай сенімділік болмады. Ол өзінің таңдауына деген сенімділігін жоғалта бастағанын сезінді. Оның алдындағы бұл ұсыныс бұрынғыдан да айқын болып көрінді. Ол өз үшін маңызды шешім жасауға мәжбүр еді. Қанат, менің таңдауым әлі өзгерген жоқ. Сенің сөзің сенімді, бірақ мен өз жолыммен жүруді жалғастыра аламын деп ойлаймын. Ермек, жақсы, Қанат. Бірақ егер сен осы қиындықтарды жеңе алмасаң, қайта оралсаң да кеш болмайды. Ермек тағы да оған есік ашып қалды, бірақ Қанат бұл жолы өзінің шешімін қайта қарауға тырыспады. Ол қайтып, өзінің барлық күш-жігерін қазіргі ісіне салуды жалғастыруды жөн көрді. Ермекпен болған кездесуден кейін Қанат біршама уақыт жалғыз қалды. Ол бұл шешімінің салдарын түбегейлі түсініп, өзін жалғыздықта тапты. Заңды бизнес жолында оған ешкім көмектесіп жатқан жоқ, бәрі өз күшімен өтуі керек болды. Бірақ оның рухы мен сенімі осы сәтте сынға түскен сияқты еді. Қанат шын мәнінде қаржылық қиындықтарға тап болғанын, және болашаққа деген сенімін қайтадан табу үшін оның көп күш-жігерін қажет ететінін білді. Бірақ Қанат әрине, шын мәнінде өз жолын таңдағанын түсінді. Қазір ол өз шешіміне барынша берік болуға тырысады. Қанат жаңа стратегияны жасады. Ол өзінің бизнесін қалыпты жағдайға келтіру үшін тек қана күшті әрі тұрақты серіктестермен жұмыс істеуге бел буады. Ол өзінің жеке кәсібін кеңейту үшін қаланың басқа ықпалды бизнесмендерімен байланыс орнатуды көздейді. Алғашқы кездесу оны көп күттірген жоқ. Жаңа серіктестермен байланыс орнатқан соң біртіндеп жаңа келісімдер мен контрактілерге қол қойылып, бизнесі баяу болса да өсіп келеді. Ол әрбір келісімде өз принциптерін сақтап, адалдық пен ашықтықты бірінші орынға қойып жүрді. Оның бұл ұстанымы бірте-бірте бәсекелестерінің құрған арандатулар мен айла амалдарына қарсы тұра бастады. Қанаттың алға қойған басты мақсаты өз бизнесін заңды жолмен дамыту және ешқашан өзінің құндылықтарын жоғалтпау. Ол қиыншылықтарды жеңу үшін көп еңбектенді, бірақ оның табандылығы мен адалдығы оны жоғары көтерді. Қанаттың жеңісі жаңа жыл Қанат үшін жаңа жеңістер мен табыстар әкелді. Оның бизнестегі жағдайы жақсарып, жаңа серіктестермен қосымша келісімдер жасалды. Ол барлық қиындықтарға қарамастан өз жолымен жүріп, бизнесін бұрынғыдан да жоғары деңгейге көтерді. Ал мафиямен байланыс орнату арқылы жылдам байлыққа жетуді ойлаған Қанаттың бәсекелестері біртіндеп ақырындап ығыса бастады. Олар түптеп келгенде Қанаттың заңды жолмен жұмыс істеп, тұрақтылық пен ұзақ мерзімді нәтижелерді қол жеткізгенін мойындауға мәжбүр болды. Қанат өз таңдауымен тыныш өмір сүріп, өз бизнесін дамыта берді. Ол тек өзінің бизнесін ғана емес, сонымен бірге өзінің моральдық тұрғыда дұрыс әрі адал екенін сезінетін өмір жолын да таңдаған еді.
Ол бұл таңдауынан ешқашан қайтпайтынын, және тек осы жолмен ғана өз мақсаттарына жететінін білді. Қанаттың өмірі мен ісі біршама өзгеріп, талай қиындықтарды артта қалдырғанымен, оның таңдауы әлі де маңызды әрі күрделі болып қала берді. Оның мақсаттары айқын еді, бірақ ол өз жолындағы кедергілер мен қиындықтарды жеңген сайын, олардың тереңдігі мен салмағын түсіне бастады. Мафияның күші мен ықпалы, әсіресе ермек сияқты адамдардың ұсыныстары, оның өміріне түрлі ықпалдар жасады, бірақ Қанаттың ішкі құндылықтары мен принциптері оған сенімділік берді. Қанаттың бизнесі біртіндеп өркендей бастады. Қаладағы ықпалды бизнесмендермен орнатқан жаңа байланыстары оның жағдайын жақсартты. Ол тек қаржылық тұрғыдан ғана емес, рухани тұрғыдан да өсіп келе жатқанын сезді. Заңды жолмен жүріп, қиындықтармен күресу оны жеңістен жеңіске жетеледі. Оның бизнесі жақсарып, ықпалды серіктестермен жаңа келісімдер жасалды. Алайда бұл процесте Қанаттың айналасындағылардың күмәндары мен сындары аз болған жоқ. Кейбіреулер оның әлі де мафиямен байланыс орнатпағанын, оның баяу дамып келе жатқан бизнесі ешқашан үлкен жетістіктерге жетпейтінін айтса да, Қанат бұл сөздерге құлақ асқан жоқ. Оның сенімі мен еңбекқорлығы барынша ақталды. Ол өз таңдауында қатты тұрды. Бұл таңдау оның ішкі күшіне және өмірдегі басты құндылықтарына негізделді. Қанат бір күні өзінің ең үлкен жетістігі өз жолында қалу екенін түсінді. Заңды жолмен жұмыс істеп, әрқашан адал болу оған тек ішкі тыныштық, бірақ солай бола тұра тұрақтылық пен ұзақ мерзімді табыс әкелді. Ол бұрынғы қиындықтар мен дағдарыстарды артта қалдырып, соңында өзінің бизнесін күшейтіп, қалада беделді кәсіпкер ретінде танылды. Қанат, менің өмірімде ең үлкен жеңіс өз құндылықтарымды сақтап қалуым. Бұл тек қаржылық тұрғыдан ғана емес, ішкі тыныштық пен адалдық тұрғысынан да маған үлкен құндылық берді. Мен өзімнің таңдауымды жасағаным үшін ешқашан өкінбеймін. Қанаттың өмірі өзгерді. Ол өз кәсібін одан әрі дамытып, заңды жолмен жұмыс істей отырып, өзінің моральдық құндылықтарына сай өмір сүруге бейімделді. Одан басқа ештеңе оны жолынан тайдыруға мәжбүрлей алмайтын еді. Ол өзінің таңдаған жолымен әрі қарай жүріп, барлық қиындықтарды жеңіп шықты, және соның арқасында өз өмірінің нағыз иесіне айналды. Қанат ешқашан байлыққа қол жеткізу үшін басқалардың жолынан бұрылмаған, ол өз таңдауы мен адалдығын сақтап, соңында табысына қол жеткізді. Оның таңдаған жолы ұзақ әрі қиын болса да, ол осы жолмен ғана нағыз еркектің жолымен жүре алатынын білді.